Наурызға бөгенбелердің уақытында білекпен найзамен келді сол дұшпандар, қазір көзге көрінбейтін осындай идеологиямен кіріп келді. Қазір осылай бөліне беретін болсаң, болашақта мына мешіт жабылады. Сол кезде бірақ айтпа. Неге мына мешітіміз жабылып қалды біздің Иманғали мешітіміз? Мен өткен жылы Қапшағайдың түрмесінде болдым, 2 түрмеде де мешіт соғылған. Ішіне кірсем мешіт емес екен, библиотека. Кейін балдардан сұрадым. Бауырым, сырты күмбез мұнарасы бар, мешіт. Мен таңғалдым, түрмеде бірінші мәрте көрдім дедім. Қазақстанда қанша түрмеге барып жүрсем де, мынандай бірінші мәрте көріп тұрмын. Бірақ іште мешіт емес қой деймін де, не десем, бір жігіт орнынан тұрды да, мен айтайыншы деді. Ал айтшы. Бәленің бәрі өзімізде деді. Біздің алдымыздағы старшактар ғой, солар тілме айтқан кез. Біздің старшактарымыз уақытында дейді, қанша адамдардың алдына кіріп жүріп, ықпал жасап, мешіт соқты түрмеде деді. Сол кезде деді, сырттан имам тағайындалған еді дейді. 5 уақыт намаз имам келіп өтіп береді. Жұма оқитынбыз дейді түрменің ішінде. Кейін не болды? Кейін осы салафи дегендер келді ортамызға дейді. Сөйтіп фитна басталды дейді. Анау харам, анау мушрик, анау кәпір, анау бидағатчик, анау бірдеңечик екіге бөлініп алып қырылыса берді дейді. Алды да бәрін жауап тастады дейді. Мен айтамын, керемет жұмыс істепсіңдер деймін да. Ақыретте жауап бересіңдер. Жауап бересіңдер. Бір адамдар оны істеген еді сондай амалды. Біреулер соны жауап кетті. Мен айтайын, салафи жігіттер болса, қазір қалыңыздар сөйлесейік. 25 жылдың ішінде адам қызығатындай ешнәрсе көріп тұрған жоқпын. Не ғылымды ойлап тапқан жоқсыңдар. Не адам сүйсінетіндей бір қылықтарыңды көріп тұрғаным жоқ. Ондай болмайды, бауырлар. Бұл дін деген аманат. Пайғамбар алейхиссалам хадисінде баширу уа тунафиру. Сүйіншілеңдер, қашырмаңдар. Яссир уа туассиру. Ауырлатпаңдар, жеңілдетіңдер пайғамбар алейхиссалам. Ал осы ағымның жолын қарайтын болсақ, бауырлар, олардан еш нәрсе бір көріп тұрғанымыз жоқ. 25 жыл ішінде тәуелсіздік алдық. Алхамдулилlah, мешіттеріміз көркейіп келе жатыр. Өткен жылы Алматының орталық мешітінде мынандай фитна шықты. Бір салафи келіп алып, мешітте мынандай жәшік бар ғой, садақа жасайтын. Мешітте садақа жәшік қойып бидағат деді. Бір салафи бауырымыз. Қандай бидағат, не айтып тұрсың сен? Пайғамбардың мешітінде садақа жәшік болмаған дейді. Кейін жаңа салафи бауырым, бауырым бергеші сен, атың кім сен, пәленше. Сен де садақа тастамайсың ба мешітке не? Жоқ, тастамаймын дейді. Бидағат қой ол дейді. Онда сен мешітке келме екінші намазға. Мына мешіт садақа тастап атқан адамдардың мешіті. Бізде үкіметте мешітке ақшаға бөлінбейді ақша. Бюджетте ол қарастырылмаған. Мешіт қалай свет жанып тұр, су қалай дәретханада істеп тұр. Теплый полдың үстінде намаз оқып отырсың сен. Ойланбайсың ба? Мешітте қанша қызметкерлер бар? А олардың ақшасын кім қайдан табасың сен? Халықтың берген садақасымен мешітіміз көркейіп жатыр. Демек, мешіт кімдікі? Садақа беріп жатқандар. Ал пайғамбардың мешітіне келетін болсақ, ол кезде байтулла болған. Үкіметтің бюджетінен болатын болған ол кезде. Үкіметтің бюджетінен мешіттер жұмыс істейтін еді. Қазір ондай емес қой біздің уақытымызда. Екінші мына мешітке аяғыңды баспа деп, өзі соны тілеп алды да жаңа бауырымыз. Бауыр, ондай фитна шығармаңыздар. Адам қарау керек, жан-жағыңа қара. Не болып жатқанын есепте, сұра маманнан. Одан кейін барып бір нәрсе айт. Көлеңкеде тұрып алып тас лақтырып бәріміз қолымыздан келеді. Сол үшін бауырларыма дін аманат, бәрімізге аманат. Бұл дінді ертең сұраламыз бәріміз.